Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін өте сәтті рецептпен жасалған, өте дәмді осындай пюре дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға картоптарымызды ашып, осылай турап саламыз және су құйып, отқа қоямыз. Дәміне қарай тұзын сеуіп жібереміз. Картопымыз піскен соң суынан сүзіп алып, үстіне сары майымызды салып, бірге езіп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Енді үстіне бір пиалайдай сүтімізді құйып, миксерлеп аламыз. Егер тағамға гарнир ретінде пюре ұсынатын болсаңыздар, тура осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Пюрелеріңіз өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады, дәмі де өте керемет. Осымен біздің жұмсақ пюреміз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, ас болсын.